Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, осы ғибадатхана қазір 450-500 адамға салынып жатыр. Бұл жерде ғибадат, құлшылық жасау, Құран оқыту, неке қию, қазақтың күнделікті тыныс тіршілігімен біте қайнасып жатқан әрбір амалдарымызға арналып салынып жатыр. Атам қазақ, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Міне сол ар-намысты елдің ұрпақтары баршаңызды осы еліміздегі тағы да бір Алла Тағаланың жерден бой көтеріп жатқан ғимаратына атсалысуға шақырамын. Осы қасиетті айда мол-мол сауаптарға кенеліп, Алланың мейірімінен құр қалмайық ағайын.